Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы еңбектің сыйы. Есте сақтайық. Бұйрық рай. Мен барайын, тазалайын, жүрейін, істейін. Айын, үйін, ейін, үйін. Жалғаулар жалғанады. Сен бар, тазала, жүр, істе. Сіз барыңыз, тазалаңыз, жүріңіз, істеңіз. Аңыз, іңіз, ңыз. Ол барсын, тазаласын, жүрсін, істесін, сін. Көпше түрде. Біз барайық, тазалайық, жүрейік, істейік. Айық, ейік, иық, ик. Сендер барыңдар, тазалаңдар, жүріңдер, істеңдер. Аңдар, іңдер, ыңдар, іңдер. Сіздер барыңыздар, тазалаңыздар, жүріңіздер, істеңіздер. Аңыздар, іңіздер, ыңыздар, іңіздер. Олар барсын, тазаласын, жүрсін, істесін, сін. Жалғаулар жалғанады. Сөз соңындағы п, б-ға, қ, ға, к, г болып өзгереді. Мысалы, жап, жабайын, бақ, бағайын. Төртінші тапсырма, сөздерді сәйкестендіріп оқы. Жина, барайын, сүртейін. Ки, шық, тазала, бақ, сүртейін, кел, тамақ пісірейін. Алайын. Сөздерін мен, сен сөздеріне сәйкестендіріп, әр сөзді жалғап жазамыз. Жазылым тапсырмасы бойынша дескриптор кестесі сөздерді сәйкестендіреді 2 балл, сөз тіркестерін аударады 2 балл, жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. 5-ші тапсырма. Кестені пайдаланып, қосымшаны дұрыс жалғап айт. Кестені пайдаланып, қосымшаларды дұрыс жалғап айт. Бірінші сөйлем. Сізге тамақ пісір. Екінші сөйлем. Үйіңізді жинап бер. Үшінші сөйлем. Ол бұлақты тазала. Төртінші сөйлем. Біз тез жүр. Бесінші сөйлем. Сендер үйге ерте кел. Сіздер үйлеріңізді тазала. Жетінші. Мен сенің шашыңды қиып бер. Сегізінші. Бақшаға барып жұмыс істе. Тоғызыншы. Сіздер бәліш пісір. 10-шы. Жүріңдер, біз ағашты байла. 11-ші. Олар жина. Көп нүктенің орнына кестені пайдаланып, тиісті қосымшаны дұрыс жалғап айту керек. Дескриптор кестесі сөйлемдерді жазады 2 балл, сөздерге қосымшаны жалғайды 2 балл, жалғауларды белгілейді 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.